мұғалімдер мен балалар. Мен Тұрмахамбет Бибінұр Ермаханқызы, 117 Алтынтөбе жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысымын. Менің зерттеу жұмысымның мақсаты мен тақырыбы шашақпау шығу тарихына шолу жасай отырып, оның түрлерін талдау, шашақпауға байланысты дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды саралау арқылы ұлттық мәдени мұрамызды қастерлей отырып, сол кезеңдегі шашақтарымызды заманауи қылып өзгертіп жаңғырту болып табылады. Біздің үйімізді әсемдеп, әдемі қылып көрсететін ол ертеңге тағылатын үлкен шашақ. Бұлар пердеде тағылады. Ал біздің ағаларымыз үйленгенде шымылдыққа тағылатын шашақтар. Біз бұларды мектепте іс-шараларда да қолдануға болады. Бұны ең бірінші сән ретінде қолданылған Месопотамия елі болып табылады. Мынау бізде мысалы көйлектерде іліп қоюға болады. Бұл шашақты танымал Gucci, Prada, Chanel деген сияқты танымал брендтер шашақты өздерінің коллекцияларына қосқан. Бұларды бұрынғы заманда ата-бабаларымыз аттың мойнына тағатын болған. Сол кезде жауынгерлері сол адамның кім екенін көрсететін болған. Шашақтың шығу тарихы. Шашақтың пайда болуы ежелгі заманнан бері бар. Шашақтар әр елде түрлі уақытта шыққан және оларды түрлі заттарда қолданылған. Бұл шашақтар аксессуарларда қолданылған. Мысалы, сөмкелерде, аяқ киімдерде қолданылған болатын. Шашақтарды сән ретінде Месопотамия елі шашақтарды киімдерде, әсіресе қызмет киімдерін көп әсемделген болатын. Ол киімдердің сыртқы келбетіне және мағынасына қатты көңіл бөлген. Ежелгі Рим қаласында да сән ретінде қолданылған. Қытай мәдениетінде шашақтарды жиһаздарда да қолданылған болып табылады. Мысалы, жастықтарда, көрпешелердің қапшықтарында да қолдануға болады. Қорытынды. Шашақ тағылған найзалар орта ғасырда өте маңызды рөл атқарған болатын. Орта ғасырларда хандардың, патшалардың, әскербасылардың және батырлардың дәрежесін, мәртебесін және батырлығын білдіретін маңызды символикалық элемент болған. Олар сәндік қана емес, рухани мәнге ие болған. Қазақ халқының жауынгерлік дәстүрлерінде де шашақ тағылған найзалар ерекше орын алған. Бұл олардың мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып табылады. Енді мен айтарым, осы шашақты күнделікті өмірде пайдаланса деп айтқым келеді.